Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен номер 19 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Идрисова Гүлпариза Қиясқызымын. Балаларға ертегі оқимын челленджін Карсакова Жанна Санжарқызынан қабылдаймын. Балалар, ертегіні мұқият тыңдаймыз. Сынық құмыра. Ертеде берекелі өлкеде ақ апа атанған бір әже өмір сүріпті. Ол кісі екі басына құмыра ілінген иін ағашпен бұлақтан үйіне су тасиды екен. Бұл құмыралардың біреуінде сызаты бар екен де, ал екінші құмыра бүтін кемшіліксіз болыпты. Бүтін құмыра суы толық күйінде апарса, жарты құмыраның суы тамшылап төгілетіндіктен азайып қалады екен. Сол себепті қарт ана үйіне жеткенде ылғи 1,5 құмыра су жеткізеді екен. Осылайша арада зымырап 2 жыл уақыт өтіпті. Бүтін құмыра өз міндетін мүлтіксіз орындайтынына мақтанып, тәкаппарланатын көрінеді. Ал жарық құмыра болса, өзіне тиісті істі дұрыс атқара алмағанына қатты ұялып өкінеді екен. Бір күні бойындағы кемшіліктен қатты ыңғайсызданған жарық құмыра ақ апаға былай деп мұңын шағыпты. Кешіріңіз, бүйірімдегі сызықтың кесірінен тасыған суыңыздың жартысы босқа төгіліп жатыр. Сонда күйеу ана құмыраға былай депті. Әй балапаным-ай, байқамаған екенсің ғой. Қарашы, сен жақтағы жолдың тұсы гүлдерге толы, ал екінші құмыраның тұсында ешқандай гүл жоқ. Мен сенің бүйіріндегі жарықты бұрыннан білетінмін. Сондықтан сен жаққа гүлдің тұқымын ектім. Ал ол гүлдерді күнде сен суарып тұрдың. 2 жыл болды, сол әдемі гүлдерді жинап, үйімді сәндеп жүрмін. Егер де сенің сол сызатың болмағанда, шаңырағымда осыншама көркейтіп, гүлдендіре алмас едім, деген екен.